Бүгін 2-8 сабақты өтейік. Базовый оператор, математика. Негізгі операторлар. Енді ол қосу, алу, көбейту, бөлу дегендерді бұрыннан мектептен ақ білеміз. Сонымен қатар одан бөлекте тек қана осы программированиеге қатысты JavaScript-тегі операторлар бар. Соларды өтейік. Жалпы ең бірінші түсініп алу керек термин ол унарный, бинарный оперант. Оперант дегеннен бұрын оператор дегенді түсіну керек. Оператор дегеніміз ол кәдімгі операторлар. Қосу деген ол оператор. Көбейту, азайту, бөлу деген барлық оператор. Енді сол оператор қандай айнымалармен жұмыс жасап жатыр, соларды оперант деп айтамыз. Мысалға, интерпретатор әуелі оператор іздейді, сосын оның жан-жағын іздейді. Так, консольды ашайын. Смотреть код. Консоль деп аштым. Жақсы. Мысалға, бір қосу бір дейтін болсақ, әуелі оператор плюсті тауып алады. Сосын оның екі жағын қарайды. Сол жағында сан бар екен, және оң жағында да сан емес, енді оперант бар екен, және оң жағында да оперант бар екен. Демек, осы екеуін қосады. Енді одан басқа да жағдай болуы мүмкін. Унарный деген бір ғана айнымалмен жұмыс жасайтын деген сөз. Бинарный деген екі айнымалмен жұмыс жасайды. Мысалға, плюстің оң жағында жазудың ішінде мысалға сан тұратын болса, оны санға айналдырып береді. Мұнау әшейін жазу, нәтижесінде оның тырнақша алынғанын көріп тұрмыз. Егер оның алдына плюсті қоятын болсақ, оны санға айналдырып жібереді. То есть, мына плюс деген оператор бір ғана оперантпен жұмыс жасап тұр оң жағындағы. Егер бірақ қана оперантпен жұмыс жасаса, демек ол унарный оператор. Түсінікті? Енді унарный тек қана жазуды санға айналдырмайды, сонымен қатар таңбасын да өзгерте алады. Мысалға, минус 234 десек, оны минус теріс таңбалы санға айналдырып жіберді. Жақсы. Так, енді мынау бұрыннан білетіндеріңіз қосу, алу, көбейту, бөлу. Енді одан бөлек процент және екі көбейту. Процент дегеніміз ол бір санды тағы да бір санға бөлгенде қалатын қалдық. Мысалға 4-ті 3-ке былай бөлсек, 1,3 периодта кетеді. Ал егер 4% 3 дейтін болсақ, 1 шығады. Неге? Өйткені 4-ті 3-ке бөлгенде бастауыш сыныптарда өттік қой, 1,1 қалдық қалады. Тура сол сияқты мысалға 8-ді 3-ке бөлетін болсақ, қанша болады? 2,2 қалдық болады. Сол сияқты тағы да бір мысал. Мысалға 18-ді процент десек нешеге? 17-ге дейтін болсақ, 1 қалдық қалады. 16 дейтін болсақ, 2 қалдық қалады. 15 десек, 3 қалдық қалады. Әйтеуір бөлген кезде қалатын қалдығын топ береді, процент деген. Осы не үшін тоқтап жатырмыз? Себебі жиі қолданылатын нәрсе, әсіресе спортивный программирование қызығып кетсеңіз, есептердің арасында өте көп кездеседі. Так. Енді мынау екі көбейту ол дәрежелеу. Мысалға 2-ның 3 дәрежесі 8, 4 дәрежесі 16, 5 дәрежесі 32. Дәрежелеу, оны басқаша мәтіпомен де жасауға болады. Пол деген сол дәрежелеу деген бұлда. Мысалға, ол екі аргумент қабылдайды, x және y. Аргументтерді үтір арқылы береміз. 2-ның мысалға 3 дәрежесі 8, 4 дәрежесі 16, 5 дәрежесі 32. Жақсы, екеуі бір нәрсе, қайсысын қолдансаңыздар да бәрібір. Негізі бұрындары тек қана мәтіпо болған, кейін барып екі көбейту пайда болды. Енді керісінше түбір астына алғымыз келсе, мысалға 16-на түбір астына алайық, 2-ден 1-ін алатын, 2-ден 1 бұлай ғой, түбір астына алғымыз келсе, оны 2,1-ге дәрежелейміз, сол кезде 4 шығады. 4-ті тағы да дәрежелесек, 1 бөлінген 2-ге 2 шығады. Осы жерде жақшаға алып жатырмын. Егер жақшаға алмай қалсаңыздар, біріншісімен есептеп тастайды. Осылай. Бірінші мынау орындалып кетеді.
Сол үшін ана мынаны жақшаға болу керек. Бірінші орын алсын десеңіздер. Жақсы, түсінікті. Ары қарай кеттік. Дәрежелеу. Сложение строк при помощи бинарного плюс. Сложение строк при помощи бинарного плюс. Жазулардың ортасында плюс тұрса, так, ASD плюс KVE дейтін болсақ, екеуін бір-біріне қосып береді. Негізі плюс деген оператор бұл жерде басқа бір плюс та, математикалық плюс емес та, бұл тіркейді. Мысалға PHP-да болса, PHP-да екі жазудың ортасын нүктемен қосса болады. Мысалға қазір реплитті ашып көрейік. Реплитті ашып create REPL PHP деп бастайық. Так. Так. Мысалға str тең ASD десек, сосын str тең KVE десек болады, сосын мына жерде str-ді шығарсақ болады. Unexpected. Мен мына жерге үтір нүктесін қоймай қаптым. PHP-де үтір нүктені қою міндетті түрде. JavaScript сияқты кешіре бермейді. Так, міне ASD KVE. Екі жазуды бір-біріне тіркеу үшін нүктені қолдандым. Так, енді оны қысқаша былай қылсам да болады. Түсініктірек болсын десеңіздер, қабылдауға оңай болсын десеңіздер, арасына бүйтіп нүкте қойса болады PHP-де. Сонда жазу мен жазуды тіркеуге бөлек оператор қылғанда нүкте деген. Сан мен санды қосатыны оны бөлек оператор қылған. X тең 5 қосу 3 X десек. 8 деп тұр. Ең соңында шығып тұр. Так, жақсы. PHP-ді нүкте бөлек, плюс бөлек қолданса болады, ал JavaScript-те екеуіне де плюс жүреді. Так, жақсы. Енді бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, бұл операторлар солдан оңға қарай орындалады. Жалпы выражениелердің барлығы солдан оңға қарай орындалады. Мысалға, 1 қосу 2 қосу жазу 3 дейтін болсақ, осы қазір 33 шығады. Себебі 1 қосу 2-ні әуелі мына екеуі орындалып алады. Соның оның нәтижесінде 3 шығады. Сосын плюс операторы көреді, сол жағында сан тұр, оң жағында жазу тұр, значит, екеуінде жазуға айналдырып қосып жібереді. Так, жақсы. Кеттік. Приведение к числу унарный плюс. Унарный плюс, оның приоритеті жоғарырақ. Егерде бір қосу жазудың алдында плюс тұрады, бұл унарный плюс, 4 дейтін болсақ, 5 шығады. Неге? Өйткені бұл жерде әуелі мына орындалады. Әуелі осы орындалады. Мына жазу 4-ті сан 4-ке айналдырады. Содан кейін екі санды бір-біріне қосады. Жақсы. Мына кестені назар аударыңыздар, жаттап алыңыздар. Унарный плюс пен минустың приоритеті 17 ұпай. Ұпай бойынша есептелінеді. Қайсының ұпайы жоғары болса, сол басқасынан бұрынырақ орындалады. Әуелі унарный плюстар орындалады, минустар, сосын возведение степень дәрежелеу одан кейін орындалады. Дәрежеден кейін көбейту мен бөлу екеуі бірдей, одан кейін қосу алу, сосын теңестіру. Теңестіру ең соңынан орындалады. Оператор присвоения. Присвоивание. Присвоениеге қатысты не айтуға болады? Присвоение ол өзі де оператор және оның нәтижесі қандай мәнді бекітті, соны қайтарады. Мысалға x тең 5 тең x тең y тең 5 десе болады. Сол кезде x та 5 болады, және y та 5 болады. Өйткені мына кодты жазған кезде әуелі мына орындалды, осы оператор орындалады, y-ке 5-ті бекітті, және мына оң жағында бекіткен нәрсені сақтап қалады есінде. Сақтап қалады да өзінің орнына қояды 5 деп. Өзінің орнына қояды, сосын мына оператор тағы да орындайды. X тең 5 болып. Жақсы. Так, ары қарай.
сокращенная арифметика с присвоением. Қысқартулар, мысалға x тең 3 дейтін болсақ, сосын x-ті біреуге арттырғымыз келсе не істейміз? X тең x қосу 1 дейміз, біреуге артады. Тағы да жазамыз, тағы да, әйтеуір бірге арттырып жатырмыз. Тура осыны қысқаша былай жазсақ болады. Плюс тең десек болады 1. Плюс тең 1 десек 8 9 болып кетті. Плюс тең 2 десек 9-ымыз 11 болады. Плюс тең 3 дейміз, 11-іміз 14 болады. Әйтеуір плюс тең десеңіздер, өзінің мәні қандай, соған оң жағындағы нәтижені үстінен қосып алады. А если жазу айызды десек, 14 айызды өзінің үстінен айызында қосып алды. Жақсы. Енді тура қосу сияқты алуларды жасасақ болады. X тең 10 дейміз, x минус тең деймізді, 3 дейміз, 7 шығады. Көбейту де бөлу де дәл солай орындала береді. X көбейту тең неше дейміз? 4 дейміз, 28. Енді не айтсақ болады? Инкремент, декремент. Инкремент, декремент. Біз бағана былай деп айттық па? X тең 3 дедік. Сосын x тең x плюс 1 деп бірге арттырдық. Осыны біз қалай қысқарттық? Біз қысқартқан кезде x плюс тең дедік. X плюс тең 1 дегеніміз мына төбесіндегінің қысқартылған аналогиясы. Бұны именно плюс 1-ді одан сайын қысқартсақ болады. X плюс плюс деп. Тағы да жазамыз, тағы да біреуге артып жатыр. X плюс плюс деген сайын. Тура осылай минус минус десе де болады. X минус минус дейміз. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Енді X плюс плюспен қатар плюс плюс X дегенде бар. Бұл да бірге арттырады. Енді осы жерде назар аударыңыздар. X плюс плюс 6 дедік. Мынау 6 болды. Плюс плюс X деген кезде 8 болды. Неге? 2-ге секіріп кетті. Қазір соның мәнін ашамыз. Мен бағандан бері айттым ғой. Бұл бірге ғана арттырады деп ше, плюс плюс. Көрдіңіз бе? Бірге ғана арттырады. Неге мына жерде 6-дан 8-ге секіріп кетті? Ол дегеніміз мына плюс плюстің айнымалының алдында тұрма, немесе артында тұрма, соған байланысты. Егер x тең 1 дедіге, егер осы қазір мен плюс плюс x дейтін болсам, баған неше береді? 2-ні береді. Егер мен x-ті қайттан тексерсем, 2 екенін көріп тұрмын. Қазір мен 2 x плюс плюс десем, тағы да 2 береді. Бірақ x-ті қайттан тексерсем, 3-ті береді. То есть, ол не деген сөз? Мына плюс плюс, егер x-тан кейін тұрса, біз әуелі x-ті аламыз, қолданамыз, содан кейін барып x-ті үлкейтеміз, бірге арттырамыз. Егер ол алдында тұрса, плюс плюс x деп, әуелі бірге арттырамыз, сосын қолданамыз. Тағы да мысалдар берейік. Айтпақшы, джуниорларда JavaScript программистері жұмысқа алып атқан кезде осыны неге қою мүмкін? Мысалға, i тең 0, i тең i плюс 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 i болса, нешеге тең болады деп. Нешеге тең болады деп ойлайсыздар. Бұны шешу үшін солдан оңға қарай жылжимыз. Солдан оңға қарай жылжимыз. Әуелі мынаны көреміз, i плюс плюс деп. i плюс плюсті көреміз, оны 2-ге бөлеміз. Тағы да 2 операцияға бөлеміз. Әуелі i-дің орнына i-дің мәнін қоямыз. Значит, мына жерде 0 тұрады. 0 тұрады. Мына плюс плюс дегенін i-ді ойша бірге арттырамыз. Негізі i осы қазір 1, бірақ мына жерде әуелі 0-ді қалдырып кетті, бұрынғы мәнін. Бірақ өзі памятта, жадыда бірге айналып кетті. Енді мына плюстың оң жағын көреміз. Плюс плюс i деп тұр. Әуелі бірге арттырамыз. i бағаны бірге артта, ойша, мына жерде 2 болады. Сосын осы жерге 2-ні қояды. Сонда ол 0-ге 2-ні қосып 2 болған сияқты болады. i плюс 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 i десек. 2 шықты. i-де тексерсек. Енді тағы да дәл сол операция қайталанса неше болады? Тағы да есептеп шығыңыздар.
бірінші мынаны көреді E++-ті. Ол не деген сөз? Тағы да екі операцияға бөлеміз. Мына жерге әуелі өзінің мәнін қалдырып кетеді. Дәл қазіргі мәнін қалдырады. Екіні қалдырады, сосын ойша бірге арттырады. Дәл мына жерге екіні қалдырып кетті, бірақ өзі ойша 3 болып кетті. Келесі операнд плюс и, ол өзі операция, екі операциядан тұрады. Әуелі арттырады. Так, ойша 3 еді ғой жаңа, 4-ке арттырады, және мына жерге 4-ті қояды. Осымен бірдей. Так, тексереміз. 2-ке 4-ті қосқан кезде 6 болады. Так, түсінікті. Ана и минус минус и екеуі де сол. Жаңа 6 болып тұрды. И минус деген кезде бізге консолға әуелі 6-ны бер жіберді да, сөйтіп өзін ойша неге ауыстырды, біреуге төмен түсірді, 5 болып қалды. Келесіне біз минус сосын барып и деген кезде 5-ті әуелі түсірді, бірге тағы да, сосын барып мәнін берді. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Так. Побитовый оператор дейді. Побитовый операторларды бөлек бір не қылып түсірейік, видео қылып түсірейік. Осыған дейінгі бір видео болсын, мыналарды келесі видеоларым. Жақсы.